Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер. Бүгінгі көліктегі сертификаттау және лицензиялау пәні бойынша практикалық жұмысымыздың тақырыбы қызметтерді сертификаттау схемасын таңдау. Бұл практикалық жұмысты әзірлеген көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының ассистенті Кукешева Алия Бакибаевна. Практикалық жұмыстың мақсаты дәрісте алынған теориялық білімдерді тереңдету және сертификаттау схемасын таңдау бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру. Ал енді практикалық жұмыстың негізгі орындалу ретімен танысып өтейік. Бірінші, сіздерге жұмыстың қысқаша теориялық материалымен танысу керек. Екінші, қызметтерге сертификаттауды жүргізу схемасын таңдау керек. Үшінші, сертификаттау схемасын таңдалуын негіздеу керек. Төртінші, қызметтерді сертификаттау бойынша жоспарланған жұмыстар туралы қысқаша ақпарат беру керек. Және де соңында практикалық жұмыстың барлық әдістемесімен танысып, практикалық жұмысты толық орындап болғаннан кейін оның ауызша қорғалуына дайындалу керек. Практикалық жұмысты орындау ретіне сәйкес сіздерге ең алдымен жұмыстың қысқаша теориялық мәліметтерімен танысып өту қажет. Сонымен, сертификаттау жүйесінде белгіленген схемалар бойынша жүргізіледі. Сертификаттау схемасы бұл өнімнің, қызметтердің, сапа жүйесі мен қызметкерлердің сәйкестігін бағалау кезінде үшінші тарап әрекеттерінің құрамы мен реттілігі. Әдетте қызметтерді сертификаттау жүйесі бірнеше схемалардан тұрады. Жалпы сертификаттаудың 5 негізгі схемалары бар. Солардың әрқайсына тоқталып өтсек. Сонымен, бірінші схема қызмет атқарушысының шеберлігін бағалауды көздейді. Бұл схема жұмыс шарттарын, технологиялық, нормативтік құжаттарды білуді, жұмыс тәжірибесін, біліктілікті арттыру туралы мәліметтерді тексеруді және қызмет нәтижесін іріктеп тексеруді, сондай-ақ кейінгі инспекциялық бақылауды қамтиды. Осы схеманы кәсіпкер азаматтарға, шағын кәсіпорындарға қолдану ұсынылады. Екінші схема екі тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін. Және де осы екі схеманы қарастырып өтсек. Бірінші тәсіл бұл технологиялық процесті, орындаушының шеберлігін, қызмет көрсету шарттарын тексеру. Екінші тәсіл бұл сапа жүйесін бағалау. Технологиялық процесті тексеру кезінде келесі пункттер бақыланады. Олар технологиялық құжаттаманың толықтылығы, жабдықтардың орындалатын технологиялық процестің талаптарына сәйкестігі, орындаушылар біліктілігінің орындалатын технологиялық процестің талаптарына сәйкестігі, технологиялық тәртіптің сақталуы, жабдықтардың бақылау өлшеу аспаптары мен құралдарының технологиялық процестің талаптарына сәйкестігі. Сапа жүйесін бағалау келесі пункттерді қарастырады. Сапа саласындағы саясат, сапа жөніндегі басшылық, сапа жүйесі элементтерінің белгіленген талаптарға сәйкестігі, сапа саласында белгіленген мақсаттарға қол жеткізу тұрғысынан сапа жүйесінің тиімділігі. Өтініш берушіде сапа жүйесіне сертификат болған жағдайда оның бақылауы жүргізілмейді. Инспекциялық бақылау қызмет көрсету процесінің тұрақтылығын бақылау жолымен жүзеге асырылады. Ал енді үшінші схемаға назар аударсақ. Үшінші схемада қызмет нәтижесін жаппай тексеру көзделеді және материалдық қызметтерді сертификаттау үшін қолданылуы мүмкін. Инспекциялық бақылау қызметтің нәтижесін іріктеп тексеру жолымен жүзеге асырылады. Төртінші схемада кәсіпорынды аттестаттау көзделеді. Ол келесі пункттерді қарастырады. Кәсіпорынның материалдық техникалық базасының жай-күйін, тұтынушыларға қызмет көрсетудің санитарлық гигиеналық жағдайларын, мақсатты қызметтермен қатар қосымша қызметтерді қоса алғанда қызметтердің ассортименті мен сапасын, қызмет көрсетудің нақтылығы мен уақыттылығын, қызмет көрсету сапасын, қызмет көрсету кәсіпкерлерінің кәсіби шеберлігін тексеруді қамтиды. Инспекциялық бақылау әлеуметтік әдістерді пайдалана отырып жүзеге асырылуы мүмкін.
Бесінші схемада сапа жүйесін сертификаттау, оның жұмыс істеуінің тұрақтылығы және кейіннен инспекциялық бақылауы жүзеге асырылады. Сапа жүйесін сертификаттау мемлекеттік стандарт сертификаттау жүйесінің құжаттарына сәйкес сапа жүйелері бойынша сарапшыларды тарта отырып, қызметтерді сертификаттау жөніндегі органмен жүзеге асырылады. Сертификаттаудың негізгі схемаларымен таныс болғаннан кейін сіздерге осы практикалық жұмыстың негізгі тапсырмаларын орындау қажет. Бірінші тапсырма бойынша сіздерге 4 қызмет түріне сәйкес сертификаттау схемаларын таңдау қажет. Бұл 4 қызмет түрлерін сіздер алдыңғы практикалық жұмыстың тапсырмаларын орындаған кезде таңдаған боласыздар. Алдыңғы практикалық жұмыста әр студент өзінің нұсқасына сәйкес 4 қызмет түрін таңдаған. Және де қазір осы таңдаған 4 қызмет түрінің әрқайсысына оған сәйкес келетін сертификаттау схемасын таңдау қажет. Бұл схемаларды таңдау үшін сіздерге келесі слайдта көрсетілетін кесте керек болады. Ал енді экранда көріп тұрғандарыңыздай қызметті сертификаттау схемалары бар кесте көрсетілген. Бұл кестеде 5 негізгі сертификаттау схемалары қарастырылған, және де олар қызмет көрсету процесінің сапасын, қызмет көрсету нәтижелерін тексеру, қызмет көрсету сапасы мен нәтижелерін инспекциялық бақылау сияқты критерийлер бойынша бағаланады. Бірінші схема бойынша сертификаттау процедурасынан өтетін, қызметті орындайтын, қызметті жүзеге асыратын жұмысшылардың шеберлігі бағаланады. Және де жұмысшылардың біліктілігі, жұмысты орындау дәрежесі орнатылған талаптарға сай келсе, сонымен қатар олардың жұмысының нәтижелері оң болса, онда бұл процедурадан өткен қызмет түріне тиісті сертификат беріледі. Және де бұл қызмет түрінің кейінгі сертификатқа сәйкестігі инспекциялық бақылау арқылы қадағаланады. Инспекциялық бақылау белгілі бір уақыт аралығында жүргізіледі. Және де инспекциялық бақылау жүргізілген кезде қызмет көрсету нәтижелері тексеріледі. Сонымен бірінші схема бойынша сертификаттау процедурасынан өтетін қызмет түрін орындайтын жұмысшылардың, қызметкерлердің шеберлігі бағаланады. Екінші схемаға назар аударсақ, екінші схемада ең алдымен сертификаттау процедурасынан өтетін қызмет түрінің орындалу процесі тексеріледі, бақыланады және бағаланады. Қызмет түрінің орындалу дәрежесі орнатылған талаптарға сай келсе және де орындалу дәрежесінің нәтижесі оң болса, онда бұл қызмет түріне тиісті сертификат беріледі және де кейінгі уақыттарда инспекциялық бақылау арқылы қадағаланады. Инспекциялық бақылау жүргізілген кезде қызмет көрсету процесінің бақылауы жүзеге асырылады. Сонымен екінші схема бойынша ең алдымен сертификация процедурасынан өтетін қызмет түрінің орындалу процесі жүзеге асырылуы тексеріледі, бақыланады, қадағаланады. Үшінші схема бойынша жалпы сертификация процедурасынан өтетін қызмет түрінің ұйымдастырылуы, жүзеге асырылуы тексеріледі. Егер қызмет көрсету процесінің ұйымдастырылу деңгейі орнатылған талаптарға сай келсе, және де
ұйымдастырылу дәрежесі жоғарғы нәтижелерді көрсетсе, онда бұл қызмет түріне тиісті сертификат беріледі, және де кейіннен оның сертификат талаптарына сәйкестігі инспекциялық бақылау арқылы тексеріледі. Инспекциялық бақылаудың тексерісі кезінде жалпы қызмет түрінің ұйымдастырылу жағдайы қарастырылады. Сонымен үшінші схема бойынша сертификация процедурасынан өтетін қызмет түрінің ұйымдастырылу деңгейі тексеріледі. Төртінші схемада жалпы осы қызмет түрлерін жүзеге асыратын, орындайтын тікелей ұйымның, ұйым басшысының жұмысы тексеріледі. Егер ұйымның және де ұйым басшысының жұмысы орнатылған талаптарға сәйкес келсе, және де оның жұмысы оң нәтиже берсе, онда жалпы бұл қызмет түріне сертификат беріледі. Содан кейін бұл қызмет түрінің сертификатта орнатылған талаптарға сәйкестігін инспекциялық бақылау тексеретін болады. Инспекциялық бақылау жүргізілген кезде бұл қызмет түрін жүзеге асыратын, қызмет түрін қамтамасыз ететін ұйымның алдын ала орнатылған талаптарға сәйкестігі қарастырылады және де тексеріледі. Бесінші схемаға тоқтамас бұрын, ең алдымен төртінші схеманың жұмысын қорытындылай кетсек, төртінші схемада жалпы осы қызмет түрін қамтамасыз ететін тікелей ұйымның, кәсіпорынның жұмысы тексеріледі. Енді бесінші схемаға көшетін болсақ, бесінші схемада жалпы орындалатын қызметтің сапасы тексеріледі. Егер қызметтің, яғни сертификация процедурасынан өтетін қызметтің сапасы жоғары болса, және де сапа жағынан орнатылған талаптарға сай келсе, онда бұл қызмет түріне тиісті сертификат беріледі, және де бұл қызмет түрінің сапасы инспекциялық бақылау арқылы қадағаланатын болады. Инспекциялық бақылауды жүргізген кезде осы сертификатта жазылған қызмет түрінің сапасы қалайша өзгергені тексерілетін болады. Осы 5 схеманы қарастырып болғаннан кейін сіздерге алдында айтып өткен 4 қызмет түріне сәйкес болатын сертификаттаудың схемасын таңдау қажет. Бірінші тапсырманы орындап болғаннан кейін сіздерге екінші тапсырманы орындау қажет. Екінші тапсырма бойынша сіздер 4 қызмет түріне сертификация процедурасынан өту жоспарын құру қажет. Бұл жоспарда сіздер келесі пункттерді атап өтулеріңіз қажет. Бірінші пункт бұл ұйымның атауы, тексеру жүргізу орны. Яғни бұл пунктте сіздер жаңағы 4 қызмет түрінің сертификаттау процедурасы қайда өтетіндігі және де қандай ұйым оны жүзеге асыратындығы жөнінде ақпарат беруіңіз қажет. Екінші пункт бойынша тексеріс мақсаты мен саласы деп жазылып тұр. Бұл пунктте сіздер қарастырылатын қызмет түрінің не үшін сертификация процедурасынан өту керектігі және де қандай мақсатпен өтетіндігі жөнінде жазу қажет. Сонымен қатар оның қарастырылу саласын атап өту қажет. Мысалға, сіздерде фараларды реттеу сияқты қызмет түрі бар дейік. Бұл қызмет түрін сіздер сертификация процедурасынан өткізесіздер. Сертификация процедурасын өткізу кезінде сіздер міндетті түрде оның
саласын жазуларыңыз қажет. Жалпы фараларды реттеу көліктік техника көлік саласына жататындықтан, оның тексеріс саласы ретінде көлік саласы деп жазу керек. Содан кейін, үшінші пункт бойынша сіздер жалпы сертификация процедурасын өткізілу уақытын жазуларыңыз қажет. Қашаннан басталады және қашан бітеді. Осы аралық түрінде жазуға болады, уақыт аралығы түрінде жазуға болады. Содан кейін төртінші пунктта сіздер тексеру объектілерін жазуларыңыз қажет. Мысалға, біз оның алдында фараларды реттеу қызмет түрін қарастырған болатынбыз. Және де оның тексеріс объектісі фаралар болады. Себебі қызмет түрі бойынша біз фараларды ретке келтіреміз. Яғни оның тексеріс объектісі фаралар болады. Және де бесінші бұл тексерудің негізгі шаралары және оларды жүргізу мерзімдері. Бұл жерде сіздер жалпы сертификация процедурасын ретін жазу қажет. Сол әр реті бойынша қандай жұмыстар жүргізілетіндігі жөнінде жазу керек, және де бұл жұмыстар қанша уақытты алатындығы жөнінде жазу керек. Осымен біздің көліктегі сертификаттау және лицензиялау пәні бойынша дайындаған практикалық жұмысымызға бейне шолуымыз аяқталды. Қазір сіздер берілген тапсырмаларды орындай берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.